картоп. Әр жатшы. Адамды қысылып тастадың ғой. Немене бәле? Сәл кішкене орын берсеңдерші маған да. Алматай, вообще-то бұл сенің орын емес, білесің ба? Сен неғып жатсың көкөністердің арасында? Біз өзімізді ыстықта өсіп, өніп кетейін деп жатырмыз. Мына қат не бізді қосымша әкеп толтырып қоймайды, не дұрыстап қоймайды. Иә, соны айтшы. Бір аптадан бері жатырмын осы жерде. Емен амайды, қоймайды. Сендер ғой, орындарыңда жатсыңдар ғой, үйлеріңде жатсыңдар ғой. Мен бейшара байғұс қабық боп осы жатырмын мен. Қабыққа да сымайды, пияздардың арасына барып қосып қоймайды. Екінші этажда өмір сүріп жатырмын. Осы жерге түсіп кеттім әйтеуір. Содан жатырмын ғой. Қалайсыңдар? Өмір сүріп жатырық екінші этажда, өніп, өсіп, өркеніміз өсіп жатыр. Біз де өніп жатырмыз. Мынау бізді күшті қылам деп мына полканы әкеп қойған ғой. Жатыр қой, пакетсе. Қалайсыңдар? Жағдайларың жақсы ма? Не істейатсыңдар? Болды. Өкпелеріңді айта бермеңдер. Бізде тұр ғой мына жерде холодильникке сыймай. Ана холодильниктегі ескі тұқымдардың бар екенін білмей, бізді 2 кило тоқып әкеп қойған. Біз холодильникке сыймайды, бір жерге қоймайды. Видео түсіретін болса, ана кухняның үстінен алады. Қайттан орнына апарып қояды. Әйтеуір жүр қой, көшіп қонып. Пайдаланбайды бізді. Тұрмыз осы жерде. Мен айтсаңдаршы, мен байғұс қабықтарды айтсаңдаршы. Бұл деген мал жоған жетінші. Вообще мал жоқ қой. Мынау сыр да солмай таушы. Атасы бар кезде ғана төгетті менші. Атасы жоқ кезде вообще өсіп жиналап тұра берем ғой менші. Иногда шірем ғой, білесіңдер ма? Мен шірем иногда. Сөйтіп малға беруге де жармай қалам ғой. Өстіп күніміз өтетін болды енді.